Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айсұлу. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін өзбек халқының сүйікті тәттілерінің бірі чак-чак дайындап көрсететін боламын. Чак-чак дайындау үшін бізге ұн, 5 жұмыртқа, 1 шай қасық ас содасы және шымшым тұз керек болады. Ең алдымен ұнның үстіне сода мен шымшым тұзды салып араластырамыз. Кейін жұмыртқаларды жарып, олардан қамыр жасаймыз. Қамырдың тығыз және қатты болғаны жақсы. Илеп алып, қамырды тындырып 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Тынған қамырды екіге немесе 3 бөлікке бөліп, оқтаумен үлкен жұқа қылып жақсылап жаямыз. Қамырымыз жабысып қалмас үшін арасына ұн салып отырамыз. Осылайша жайылған піскен қамырларымызды 5-10 минутқа бетін ашып кепкенше қоямыз. Енді қамырды видеодағыдай бірінші кесіп аламыз. Одан кейін лапша тәріздес кішкентай бұлақ қылып тураймыз. Жаңа басында айтқанымдай қамырды қатты қойып илеген жақсы. Себебі оларды бірінің үстіне бірін қойып тураған мезгілде жабысып қалмайды. Енді табаға майымызды қойып, жақсылап оны қызғанынша күтеміз. Қызғаннан кейін бір уыстан салып тұрамыз. Ұнның арасында ас содасы болғандықтан біздің майымыз көбіреді, сондықтан шыңғылдақ ыдысқа жасаған жақсы. Мен жаңағы қамырдың барлығын қуырып алдым. Енді сиропын дайындаймыз. Сиропқа бізге 150 грамм қант пен 300 грамм бал қажет. Осы екеуін отқа қойып, жай отта әбден көпіріп қайнағанша 5-10 минуттай отта ұстаймыз. Одан кейін жаңағы піскен чак-чактың қамырының үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді чак-чакты өзіңіз қалаған формаға орналастыруға болады. Салғаннан кейін қолымызды сулап алып, сулы қолмен басып шығамыз. Осылай 1 сағат уақыттың ішінде дәмді шайыңызға тәтті чак-чак пісіріп алуға болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Алға қарай тағы да дәмді рецепттер болады. Сау болыңыздар.